Ішіне бәріңіз қош келдіңіздер. Бүгін табысты азаматтардың кеші бұл енді. Біз енді өмірімізде бір бизнес жасап, бизнесмен болған емеспіз жас күнімізде. Мен 40 жылға жуық мемлекеттік қызметтерді атқарғанмын, оның 38 жыл қауіпсіздік саласының офицерімін. Мен полковник қой, бұл кісі генерал өзі біледі. Bir gün старшы директорға, ертең старшы мен жыласа түсіре салады. Одан кейін одан төмен түсіп жібереді. Енді бұлай енді аш қалып болмаса көрсетілген жағдайымыз жоқ, Құдайға шүкір. Өміріміз қызметпен байланысты болғаннан кейін адал қызмет атқарып, осы облыстық халық департаментінің бастығының орынбасары, бірінші орынбасары қызметін атқардым. Енді былтыр ғана зейнеткерлікке шығып, осы кісінің қол астына қызметке кірдім. Содан бері мына екеуміз жаңағыдай осы екі кеменің басын ұстаған суға кетеді, біз бір кеменің басын екеуміз ұстап отырмыз, шайқалмайық деп. Енді өмір деген өзі бес бірдей бала-шағаның анасы, 6 немеренің әжесі, осы сүйген жарыма мыңда бір рахмет. Осы ата-анамыз жақсы келін болды, еліміздің ақылды келіндерінің біреуі. Соған қарамастан осы маған да уақыт тауып, отбасымызға да уақыт тауып, артынан ерген 100 мыңға жуық қыз келіншекке де уақыт тауып жүрген. Бізді 24 сағат күн түні қасында жатып жұмыс істейді, ұйқымда бұзады. Оған кейбір кезде ренжіп қаламыз, бірақ енді артынан ерген азаматтардың проблемасын шешу енді ол қажет қой. Көшбасшы болғаннан кейін артынан ерту, оның кем-кетігін түсу, мақсатына жеткізу, бұл бірінші міндет көшбасшының. Енді көп қой, бизнесте жүрген азаматтардың әртүрлісі болады. Bir gün, 2 күн жазып алады, 3-ші күн ұмытып кетеді. Артынан кім берген, кім келе жатқан жаңағыдай өлең сөзі бар жаңағы. Анау маска киген, бетперде киген дос та көп, өткелде қайрылмайтын аға да көп деген сияқты. Бұл сол апайымыз артына ерген бар қыз келіншекке мейірімін шашып, осы қолынан келгенше көмегін аямай жүрген азамат. Сол үшін де осы менің сүйген жарыма рахмет. Артынан жаман сөз ілестірмей осы бизнесін адал атқарып келе жатқан. Енді жаңа менің айтайын дегенім осы кіріп келе жатқан кезінде осында бір келіншек сұрады, сізбен суретке түсуге бола ма? Біздің күйеулеріміз бұл енді айта берейін, бұл сөзде жоқ, қатынның жұмысы ғой дейді. Мен айтамын, сол үйде отырып түк бітірмей бала-шағаның нәпақасына ортақтасып, жаңағыдай азымайтын бір 200-300 мың теңге тауып келген, құрылысын тауып келген ақшасын міндетсінеді еркек. Енді ол қандай екенін айта алмаймын, бір айтпай қояйын. Бірақ намысқа тиетін сөздер былайша айтқан кезде. Себебі ер азаматтың міндеті, ана малдың артын тазаласаң да, дүние тапта бала-шағаңды асырады. Енді үйде отырып алып, әйеліне сын айтып, бұл қатынның жұмысы деген еркек бе айтып, бұл қатын еркек деп айтайын. Сәлем айтып тұрсаңыз сол кісіге. Бәріне сөйтіп сәлем айтыңыздар. Мынау дүние табу, ақша тауып, отбасын асырау, ол ер азаматтың міндеті. Бәріне сәлем айтыңыздар. Бұл жерде көрдіңіздер, Юлия Су осының бәрін басқарып, осының бәрін шығарып отырған ер азамат. Егер әйел азамат болса айтар еді. Сол себептен барлықтарыңызда ер азаматтарыңызға сәлем айтыңыздар. Дүние табу ол еркектің міндеті. Оны жарату ол әйелдің міндеті. Сол үшін табысты болайық. Ер азаматтарыңыз келсін, сіздерді көрсін, табысты, қандай табысты отқан азаматтарды көрсін. Түсінем енді, әйел азаматтар бұл жерге көбісі бір жетіскеннен кеп жүрген азаматтар да бар. Жетіспегеннен кеп жүрген азаматтар да бар. Өмірмен білем, бұл жерге алыс ауылдардан үстіне үйдегі халатымен, аяғына ескірген тәпішкесімен, қолына сетісімен келген бір көп келіншектерді мен көргем осы еркек алғаш келген кезде. Мен жарты жылда сол қыз келіншектерді танымай қалдым. Прическа жасап, маникюр жасап, үстіне әдемі көйлек киіп келген кезде аузым ашып қалыпты, адам деген осы сөз келеді екен ғой. Ол енді мынау грифті тапқан, ол табыс еді, ол ақша адамды өзгертеді, жақшасын өзгертеді. Мына табысты корпорацияға бәрімізді қош келдіңіздер. Осы біздің соңымыздан еріп бізді қолдаған мүшеде отырған көп, мынау көшбасшылық, Жамал, Разия, Айнаш, жеңгеміз қайда, біздің Гүлайым жеңгеміз отыр. Мен білмейтін қыз келіншектер көп, атын айтпай қояйын. Білетінім де бар,
сол кісілерге алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жана берсін, табыстарыңыз молая берсін. Мынау өмір деген осылай жаңағыдай тыныштық, бейбітшілік заманда атқаратын мынау еңбек бәрі табысты болсын. Бәріңізге рахмет. Туң болса рахмет барлықтарыңызға. Енді мен кішкене осы келген қалқыма шығаратын өлеңім бар еді, осы Грибиевке жазған. Соған сіздерге оқып берейін кішкене. Грибиевке арнап өлеңім деп. Қайырлы күн.